Ғажайып әлем. Алланың құдіретіне шек жоқ қой сірә. Таң қалудан жалықпаймын. Бүгінгі естіген оқиғамды баяндап берейін. Ақмаржан мен Ержан бір мектепте оқыды. Ержан Ақмаржаннан 2 сыныпқа жоғары оқыған екен. Ес білгелі Ержан осы қызға ғашық. Бұлай айтқанда бұл мектептегі жігіттер ғашық десем болады. Ақмаржан өте әдемі қыз, тал бойында бір міні жоқ. Көркіне ақылы сай, биязы, салмақты, сабырлы. Ержан ауылдағы бір дөкейдің қара домалақ баласы. Не ішемін, не киемін деген уайымы жоқ. Жағдайының бәрі жасалған, бірақ соған қарамастан өте қарапайым. Баймын деген өр көкіректік бойында жоқ. Ал Ақмаржан қарапайым отбасынан шыққан қыз. Отбасында ата-анасы және өзі ғана бар. Ержан мектепте жүргенде бірнеше рет сөз айтып, Ақмаржанды еш қарата алмайды. Кейін өзі мектеп бітіріп, жоғарғы оқу орнына түседі. Ал Ақмаржан 2 жылдан соң бітіріп қалаға оқуға келді. Мектеп бітіргенін күтіп жүрген Ержан қалаға келген Ақмаржанды торуылдауын қоймайды. Бірақ алып та қашып кетпейді. Тек Ақмаржанның өзіне сезімі оянуын күтіп жүр. Күнде тәттілер мен гүл шоқтарына келуді жалғастыра береді. Ержанның қоймайтынын білді ме, әлде өзін Ержаннан артық жақсы көретін жігітті таппайтынын түсінді ме, Ақмаржан Ержанға өз келісімін берді. Ержан жоғарғы оқу орнын бітірген соң екеуі үйленді. Ақмаржан одан әрмен оқуын жалғастырды. Барлық оқу ақшасын Ержан өзі төлеп тұрды. Ақмаржан ешқандай қиындық көрмеді. Алақанында салып жүрді. Өзің емес, өзгені сүйгенге шық деген бекер айтылмапты. Жыл өтіп, тұңғыш перзенттері дүниеге келді. Ақмаржан ұл босанды. Ержан өзінің ізін жалғастырушы келді деп қатты қуанды. Ұлы 2 жасқа келгенде Ақмаржан қатты ауырып қалды. Тексерілсе қанында бір өзгеріс бар болып шығады. Дәрі-дәрмекпен жүресің, енді босанбайсың, босануға болмайды деп дәрігерлер қатаң ескерту жасайды. Ержанда келіншегін апармаған жер қалмады. Еш өзгеріссіз, амал жоқ дәрігердің айтқанын жасап, күтініп сақтанып жүрді. 5 жылдан бері тек дәрімен жүр. Сол баяғы ауруы еш өзгермеді. Ержан мен Ақмаржанның ұлы 5 жасқа толды. Өзі жалғыз болғанға ма ерке болып өсіп жатыр. Ақмаржанға ұлының жалғыз болғаны жанына қатты бататын. Өйткені өзі де үйдің жалғызы, сырласатын ешкімі жоқ. Баласының бауыры болғанын қалайды. Бұл шешімін Ержанға айтып еді, ұрсып шыға келді. Маған керексің, түсінесің бе? Сенен айырылып қалғым келмейді. Енді мұндай әңгімені айтушы болма. Естімейін, дейді.